Сәлем достар, сіздермен Наргиза. Мен бүгін сіздерге красный бархат тортыны жасалу жолымен бөлісемін. Видеоны соңына дейін күзетіп, менімен бірге болыңыздар. Ол үшін бізге алдымен бір таза ыдысымызға 6 жұмыртқамызды шағып алудан бастаймыз. Енді үстінен 200 мг шекерімізді салып, миксер көмегімен жақсылап ағарғанша миксерлейміз. Достар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздерді өз пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін маңызды. Енді бір таза ыдысымызға, басқа ыдысқа ұнымызды, какаомызды, разрыхлителімізді салып, жақсылап араластырып аламыз да үстіне қызыл краскамызды да қосамыз. Сіздердің краскаларыңыз сұйық болса, айранға қосып араластырып алып дайындабасаңыздар болады. Ал менікі құрғақ ингредиент болғандықтан ұнға қосып араластырдым. Көпіртілген жұмыртқамызға ерітілген сары майымызды салып, бір кесе айранымызды құйып, тағы да бір араластырып аламыз. Енді дайын араласпаларымызды бір-біріне қосып, тағы да бір араластырамыз. Алдымен осылай шпатула или қасық көмегімен араластырсаңыздар болады, сосын барып миксер көмегімен жақсылап араластырып аласыздар. Біздің тестамыз дайын, қоюлығы міне осылай болады. Енді фольга қағазымызды алып, үстіне керекті тестамызды құйып, керекті диаметрде жайып, көлеміні шығарып аламыз. Достар, өте оңай торт, сіздерді жасап көрсеңіздер, қайта-қайта жасағыларыңыз келеді. Өте оңай, әрі дәмді торттардан бірі осы красный бархат торты болады. Дайын тестамызды 180 градуста 10 минут көлемінде пісіріп аламыз. Біздің тестамыз дайын болды, енді фольга қағазынан абайлап шешіп аламыз. Тестамыз суымастан фольга қағазынан алып, өзімізге керекті диаметрмен өлшеп, жандарını кесіп, тегістеп аламыз. Тесталарымыз суығанша, енді мына жақта творожный сырымызды жақсылап миксерлеп аламыз да, үстіне сахарный пудра сөгіп, сливкімізді қойып, крем дайындаймыз. Қанша граммнан істеткендерімді, нелер істеткендігімді описанияға міндетті түрде жазып кетем, сол жерден скриншот жасап алсаңыздар болады. Міне біздің креміміз дайын, енді тортымызды тере берсек болады. Алдымен кардонымыздың үстіне, торт тередіған кардонымыздың үстіне креміміз жағып жібереміз да, үстінен тестамызды қойып, кремдерімізді салып, қалың қылып жағып шығамыз. Мінекей кремді осылай сүріп, үстіне қайттан көжімізді қойып, көждарымыз менде 3 шықты. 3-інде осылай крем жағып аламыз.
Тортымыздың жанына да кремдерімізді әдемілеп жағып аламыз да, көжіміздің жанынан қалғандарына жақсылап майдалап аламыз да, жандарына жабыстырып шығамыз. Ал торттың бетіне ise жақсылап тегістеп жереміз. Тортты қалауларыңызша безетсеңіздер, сәндесеңіздер болады. Ал мен өзімнің ұрпағыммен и торттың кремімен безеттім. Сіздер қаласаңыздар, жеміс-жидектермен ба, шоколадтармен, печеньелармен безетсеңіздер де болады. Қалауларыңыз бойынша безете бересіздер оны. Кондитер қапшығына мен бас жағына гүлдің формасын салып, үстінен кремді қойып, мен осылай гүл салып безеттім. Мінекей біздің тортымыз дайын. Сіздер де жасап семьяңыздағыларды қуантыңыздар. Ас болсын.